тамақ бойына қонбайтын кейбір адамдар бар, жеп жаса аппарат болып тұрады. Неге? Бұл шай ма? Шай. Көкбауырдың қызметі мен ашқазанның қызметі нашарлықтан болып отыр, сондықтан жаңағы шайымыз болатын болса, көкбауыр мен ашқазан қызметін жақсартады. Жаңағы қайсытатеміз, мынататеміз айтқандай барлық адам ішуге бола береді, барлық адам ішуге үйлеседі. Ал енді қараңыздар, жаңарақта айтып болдық, 60%-ке шығу деп, бұны біз не деп айтамыз? Жалау дүкен дәрежесі дейміз. Жалау дүкен дәрежесі. Жалау дүкен. Сіз осыған шықтыңыз, әр айда мағаш алатын, не деп жүрдік? Зарплатаны аласыз да? Мына күнге дейінгі табысымыз біз аралық пайда табысын тауып келдік. Күнделік табыс. Бұл жерден де өте көп ақша жатыр. Өте көп ақша. Күніне, мәселен, кешегі күні осы ортамыздағы Сайраханың қанша тауды? 12 мың юанымыз. 12 миллион теңге. Жоқ, ол айлық кірісі ғой. Bir günlük табысын айтамын да, 12 мың юанымыз. 900 мың. 813 мың жазды ғой. Иә, бір күндік табыс. Bir күндік табыс 900 мың болды. Bir күндік табыс. Мына қанша керек та? Неше адам әкелдіңіз сол үшін? Екі адам әкелсеңіздер шығамын десең шығасыз. Сайрагүл ханымда шақ қана веткі ғой, соның командасынан түскен табыс. 3 команда әкелді, 3 адам ғой. Ол 3 адам әкелді, ал 3 үлкен команда, 3 команда болып кетті деген сөз. Мәселен, ол күні менде де қанша табыс болды? Менде 8700 юан. 600 мың үстінде табыс болды. Күшті табыс. Енді жақсы ғой, үйде жатты, 600 мыңды қалтаға салған деген жақсы келеді. Сондай сезіндім. Соған енді бұл компаниядан ақша бар ма, жоқ па деп ойланғандарыңыздың қажеті жоқ демекшімін. Иә. Ақша бар бұл жерде. Денсаулық бар. Денсаулық бар, сұлулық бар, жастық бар. Жаңағы Сайрахан бір ай жүгірді. 10 миллион тауып алды. Ол тек қана бастамасы. Еще күшті айтады. Әдемі шаршайсың да бұл жақта. Шаршасаң да әдемі шаршайсың. Әдемі шаршайсыз. Сосын осыларды ішіп жүріп қайтесіз. Күніне 2 сағат ұйықтасаңыз да, жаңағы күніне 9 сағат ұйықтаған адамнан сіз гүлдей-жайнап жарқырап жүресіз. Шаршамайсыз. Қарныңыз ашпайды. Мынау енді қандай жұмыстар жасап жатырмыз біз осы жасқа дейін? Өкімет қызметінде болдық, жеке кәсіпте болдық, семьяның жұмысында болдық. Істейміз, шаршаймыз. Бірақ дәл Жиму компаниясында істейсіз, ақшаны да табасыз, шаршамайсыз. 1 сағат ұйықтасаңыз да шаршамайсыз. Сондықтан жаңағы 60%-ға шығып алғаннан кейін бізде айлық оборотымызға қарай осы істеген оборотымыздан бізге фэнхун береді. Яғни пайда үлесін береді.